Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Сіздердің назарларыңызда көкпардан бірінші әлем чемпионаты. Бүгінгі күннің Қазспорт телеарнасының эфирінің шымылдығын түретін әлем чемпионаты барысындағы іріктеу кезеңдерінің ойындары. Астана қаласында 25 градус жылылықты көрсетеді. 5 км сағатына салқын самал есіп тұр. Көкпарға нағыз ауа райының бірі. Құрметті телекөрермендер, әлем чемпионаты елімізде тұңғыш ұйымдастырылып отқаны әрине көңілге қуаныш. Қазір Ауғанстан мен Венгрия арасындағы кездесуді тамашалаймыз. Ал төрешілер ортадағы төреші Жан Саев, халықаралық дәрежедегі төрешілер, қапталдағы төрешілер Темірхан Иманғалиев Қазақстан, Бақытжан Кенжебеков Қазақстан, Құдірет Жураев Өзбекстан. Міне осы азаматтар бүгінгі ойынға әділ төрелік ететін болады. Енді қос мемлекеттің әнұрандарын тыңдаймыз, одан кейін ойынды бастайтын боламыз. Құрметтеріңіз көп рахмет. Ал енді бәсекені бастаймыз. Сонымен қадірлі көрермен, Ауғанстан мен Мажарстан арасындағы бәсеке басталады. Венгриялықтар мына тізімде өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Габор Кис, Истван Фавагос, Серф Андрас, Золтан Забов, Валентин Лакатос, Гирго Вас, Фаркас Чемез, Балас Ори, Истба Бенче, Серф Андрос. Ал бас бапкер команданың Серф Андрас әрі өзі де осы бәсекенің ішінде майданның арасында жүреді. Әрі бапкер, әрі ойыншы. Міне осындай тізімде өнер көрсететін венгриялық құрам Астанаға, жалпы Қазақстанға бірінші рет келіп отырғандары емес. Ол туралы сәл кейінірек, ал дәл қазір Ауғанстан құрамасының
құраммен сіздерді таныстырайық. Бірінші нөмірде Наджибулла Пахлаван, ары қарай түркмен Монот Ибрахим, Сарбар Мухаммад, Сараджи Абдурасул, Аймақ Абдулсалам, Саражи Абдулрузил, Наджибулла Жалжаши, Кауми Фазл Миналла, Михаил Гульбуддин Исмаилхил, Чари Файзулла, Али Худе Гулам, ал бас бапкер таңдаған Сайфуддин. Жалпы Ауғанстан құрамасы туралы аз кем ақпарат айтатын болсақ, құрметті телегөрермендер, ауғанстандықтар көкпарға дейтін қызығушылықтары ерекше. Бұл мемлекетте әлі күнге дейін біздің оңтүстік Жамбыл облыстарындағыдай жаппай көкпар жүйелі түрде өтіп тұрады. Соның нәтижесінде бұл елдің жігіттерінің тақымы мықты. Қала берді міне таңдаған Сайфуддин, Ауғанстан құрамасының бас бапкері. Қала берді кейбір өңірлерінде тіпті тана тартатын кездерге дейін болады екен. Тананы өздеріңіз жақсы біліп отырсыздар. 80-90 келі, тіпті 100 келіге дейін барады салмаға. Қанша дегенмен таудың қалқы ғой ауғандықтар. Сондықтан жүректі, білекті болатындар түсінікті. Жалпы осы чемпионатқа қазіргі өздерінің елдеріндегі жағдайы қарамастан қатысып отқаны бізді қуантады. Ауғанстанда негізінен спорт саласы өте кенжелеп қалған. Осыдан біраз уақыт бұрын кикбоксингтен бұл өңірде халықаралық деңгейдегі жарыс өтіп, соның өзі үлкен бір жетістік болып саналғанын білесіздер. Бірақ көкпар өздерінің ұлттық ойындары халықтық ойын ғой енді, сондықтан оны жоғалтпайды. Үнемі аттың үстінде жүрген халық болғаннан кейін көкпарды апта сайын ойнап тұрады десек болады. Міне соның дәлелін көріп отырмыз. Ауғанстандық спортшы алғашқы болып есепті ашып, міне ойынның бірінші минутында бір салымды салып кеткенін көріп отырмыз. Өте тамаша нәтиже. Айтып отырмыз ғой, бұл елдің азаматтары өте керемет көкпаршылардың бірі. Гульбуддин Исмаилхил қазір салым салған ойынның бірінші минутында есепті ашып 1-0-ге жеткізді. Қазір қайталап көріністен көреміз. Және ешқандай да аттың жылдамдығын пайдаланған жоқ. Маневр жасаған жоқ ешқандай. Өз күшімен барып бұл салымды ерлеп тұрып алғанын көрдік. Тіпті венгриялықтарда өздері қазір таңда венгр деп айтсаң, бұл халықтың азаматтары ренжиді. Біз кәдімгі қара нәсілді адамдарды негр деп айтқан сияқты күй кешетін секілді. Біз мадиярлармыз, мажарлармыз, Мажарстаннан келдік деп үнемі айтып отырады. Және өздерінің өтініші бойынша да осы жалпы әлем чемпионатының барысында барлық ресми мәлімдемелердің барлығы да осы Мажарстан есімімен айтылып жатыр. Тіпті елшілерінің өздерісінде өтініш жасағаннан кейін Мажарстан болып ресми түрде аталуының себебі осы, құрметті телегөрермен. Қазір ауғанстандық спортшы Наджибулла Пахлаванның тақымында серке. Екеуі де Наджибулла, бірінші нөмірдегі де 7-ші нөмірдегі палуандар. Тақымға серкені басып қазір мәреге жақындап қалды. Міне Ақбозат тағы да алып кеп серкені дәл мәренің ортасына тастады. Жігіттерде ешқандай жылдам жоқ, дегенмен күштері өте мықты, тақым өте тамаша. Наджибулла Пахлаван осылайша ойынның 4-ші минутында есепті 2-0-ге жеткізіп отыр. Әрбір уақыт өткен сайын ауғанстандықтар енді еселей түсетіндері өте белгілі жағдай. Мажарстаннан келген жігіттер көбінесе садақ атуға құштар, садақта өте жақсы атады. Бірақ көкпарға келгенде кішкене сылбырлау екені көрініп тұр. Аударыспақта да анау айтқандай үлкен жетістіктерге жете алған жоқ. Бірақ Чемез Фарказ есімді осы көкпар құрамасының сапынан өнер көрсетіп жүр. Өте мықты бір палуандар бар. Мажарстандық. Сол Чемез Фарказ аударыспаққа, яғни аударыспақтан өткен халықаралық турнирдің 80 келі салмақ дәрежесінде, кешіріңіздер, 90 келі салмақ дәрежесінде жарысқа түсті. Ертесіне абсолюттік салмақта да өнер көрсетті, бірақ бірінде бір жанға ұтылды, енді бірінде Сырым Ізбасаровқа ұтылған жағдайы бар. Десек те ештеңе етпес, өйткені енді ғана тәжірибелі құрамдармен бірге өнер көрсетіп, өздерінің
көкпарға деген қызығушылықтарын арттырып келе жатқан команда болғандықтан әлі үлкен нәтижелерді күтеміз. Өйткені мажарстандық жұрттың біздің ұлттық спортқа, халықтық спортқа жақындығы бар тамырлас мемлекеттердің бірі. Міне Ауғанстан құрамасының тағы бір шабуылы және нәтижелі аяқталды. Серкені 4 сирағын аспанға қаратып дәл мәренің үстіне тастап кеткен Михаил Гульбуддин есімді Ауғанстан құрамасының ойыншысы есеп 3-0. Ойынның 7-ші минуты өз мәресіне жетуге жақын. Қараңыздар қандай жылдам ойын өрнегін көрсетуде. Серкеге еңкейген кезде, құрметті телегөрермен, ауғандықтар бір байқасаңыздар, мүлдем Серкені түсіріп алмайды. Яғни 35-40 келіні оп-оңай көтеріп тақымға басып алуларына бұлардың мүмкіндіктері бар деген сөз. Бұл неден? Бұл тәжірибеден, яғни күнделікті көкпар ойнап жүргендері белгілі. Және бұл мемлекетте де ауғандықтарда дәл осылай жерге тастайды. Біздің қазақ шапанға жапса, бұл жақта да дәл осылай өз ауылдарына қарай тартып, тура қазақтың көкпарының ережесі секілді. Көбінесе енді Ауғанстанда шын айту керек, жігіттердің мықтылығы ғана сарапқа салынады. Аттардың мықтылығы әрине сөз болатыны түсінікті ғой, дегенмен де ат баптаудың бір арнайы жақсы мектебі онша қалыптасып үлгермеген. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қиыншылықтан көз ашпаған халық қой, сондықтан да түсіністікпен қарауға болады. Ал бізде көкпардың жалпы жігіттерінің дамуында, ат белгілі өнердің қалыптасуында баршасы жолға қойылған. Бұл әрине тәуелсіздіктің баршасының арқасы екені түсінікті. Наджибулла Жалжани ойынның 8-9 минутында есеп 4-0-ге жеткізіп, одан сайын еселеп жатқанын байқап отырмыз. Жалпы Ауғанстан құрамасының кез келген жігітін алып қарасаңызда, Серкемен тартысуға мүмкіндігі бар. Серкені тақымға басып алып жүре алады, атты еркін қозғалта алады. Яғни күнделікті жаппай көкпарда шауып жүрген жігіттер екені түсінікті. Бір өкініштісі, Ауғанстанда өздерінің чемпионаттары өтпейді. Дәл осылай командалық жүйеде тек жаппай болғаннан кейін ғана жігіттер осы тақымға басып жүру, шауып алу, аттарды тізгіндеу деген сынды дүниелерде оқ бойы озып тұр. Мажарстандықтарға қарағанда десекте командалық ойын мүлдем жоқ деп айтуға болады. Тәжірибе аз ғой. Міне дәл осындайда қараңызшы, барлығы бір беткей шауып кетіп бара жатыр. Кімнің қайда шауып бара жатқаны тіптен түсініксіз. Ауғанстандықтар тіпті төртеу бір жерде шауып келе жатыр. Ал венгрліктер болса, кішкене болсын тактикамен шауып келе жатқанын көрдік. Десекте аттың тізгінін қатты жіберуге қорқа ма, әлде жылдан барсақ Серкені ала алмаймыз деп ойлайтын шығар. Өте тізгінді тартып отырып шабады аттармен. Осындайда жаңа кіші шеңберде жатқан Серкеге таласуға шығып бара жатқан кезде бір-бірін жау болатын болса, онда кәдімгідей Серкені оңай барып алуға мүмкіндік туады. Кеше Қазақстан мен Қырғызстанның ойындарын көрдіңіз, тіпті Серкеге адам жете алмай қалып жатып, 4 спортшы төртеуін бір-бірімен жауып алып жатқан жайы бар. Міне 1 минут уақыт өтті. 1 минуттың ішінде Серке жерге көтерілмегендіктен ортада жекпе-жек сайысы болады. Қазір Серкені ортаға кеп тастайды. Екі жақтан бір-бір азаматтар шығып Серкені таласып алатын болады. Ойынның 11-ші минуты да өз мәресіне жетті. Тағы да Ауғанстан құрамасының жігіттері Серкені тақымға басып алды. Міне бұл шабуыл көрдіңіздер ме? Тізгінді кішкене тартып шабады. Осындайда шіркін жіберіп қалсаң, тізгінді ұстамай. Сол кезде мынау күрең қасқада бірден шаба жөнелетін еді. Алдында міне қарагер торы қос ат тұрып қалды, бірақ оның барлығын кеудесімен соғып мәренің ішіне кіріп Серкені тастауға ниеттенген, десекте сыртқа тастап кетті. Енді жай ғана ішке қарай іліп жіберсе болғаны осы күрең төбелмен. Ал кеттік. 6-шы нөмірдегі Ауғанстан мемлекетінің спортшысы қалай болар екен? Мәреге жақындап қалған сәті, аттың қалай қозғалту керек екен білет, қамшыны қай жерден соғу керек екенін де жақсы біліп тұр. Енді тастады, өте тамаша. Қалың доданың арасында тіпті бұлай жармаспау
әрине әрбір көкпар үшін ұят қой енді. Десек те мажарстандықтардың әзірге тәжірибесі жоқ. Алдағы уақытта әлемдік додаларда көкпардан едәуір барынша жақсы өнер көрсетеді деген сенімдеміз. Сараджи Абдуир Розил дәл қазір 6 нөмірдегі Ауғанстан мемлекетінің спортшысы өз мемлекетінің пайдасына тағы бір салымды алып келгенін көріп отырсыздар. Расымен де бір жақ мықты боп, екінші жақ бәсеңдеу болатын болса қарқындар, онда ойын аса бір қатты қызықты болады деп айту қиын ғой. Бірақ соның өзінде, құрметті телегөрермен, біздің елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылған көкпардан әлем чемпионатына осыншама мемлекеттің жігіттері келіп және өздері келіп өнер көрсетіп жатқандығы бұл үлкен жетістік. Қазақтың спорты көкке көтерілді деген сөз, сізбен біздің көксегеніміз орындалды деген сөз. Міне дәл осылай жалғаса беретін болса, амандық болса, бұл тұңғыш рет әлем чемпионаты ғой. Көш рет түзеледі дейтін халықпыз, сондықтан барынша бұдан кейінгі әлем чемпионаттарда өте нәтижелі өтеді деген сеніміміз мол. Мінекей Михаил Гүлбуттин тағы бір салым салып отқан жағдайы бар. Ойынның 14-ші минутында ауғанстандықтардың жалпы мәреге тастауы, серкен жерден ілуі өте нәтижелі. Міне мажарстандық жігіттер тіпті бос кезде де алудың өзі қиындық тудырып отыр мына мажарстандық жігіттерге. Өздеріңіз естіп біліп отырған шығарсыздар, құрметті телегөрермен, 6-шы салым саналған жоқ. Өйткені серке мәре сызығының тура жиегіне тиіп жатқанын ортадағы төреші Шансай байқапты. Қайталап көріністен көретін боламыз, тіпті 1-2 сантиметр ғана тиіп жатыр ары кетсе. Бұл 1-2 сантиметрдің өзі көкпарда үлкен маңызы бар. Сондықтан да салымды ортадағы төреші санаған жоқ. Жалпы бірінші кезеңнің үзілісінде тіпті болмаған жағдайда осы салымның қайталап көрінісіне куә боласыздар деген сенім. Наджибулла Пақлаван Ақбозатпен серкен тақымына басып тұра мәренің үстіне келді, және бұл салым ешқандай да жылдамдықсыз, асықпай аптықпай келіп жатқаннан кейін мұндай шабуылдар міндетті түрде салым болатыны түсінікті. Наджибулла Пақлаван өз салымды салып, өзі қайтадан серкені алып кетуге тырысып тұр. Жарайсың, азаматтың осындай ақ болсын. Қамшысын алып жатыр екен, кешіріңіздер. Мен дейтін серкені алып жатыр екен қайтадан деп ойласам, командалық қарсыластарына көмек көрсетіп өзінің қамшысына келген екен Наджибулла Пақлаван. Міне қараңыздар, қалың доданың ішінен қалай алып кетті. Мажарстанның жігіттері тіпті серкені әлі қолдарына да ұстаған жоқ шығар. Шынымен де серкеге жампытып, енді муляж ғой енді. Біреу сұрайтын болса, Ауғанстанмен өзі кім ойнады деп сұрайтын секілді болып тұр. Ауғанстанның елшісі дәл қазір. Сіздердің алдарыңызда Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі дәл осы Ауғанстан құрамасының ойынын тамашалап отыр. Есеп 6-0, бірінші кезеңнің 17-ші минуты бітуге тәмам. Өте керемет өнер көрсетуде, тіпті ауғанстандық спортшылар венгриялықтарға тым болмағанда бір салым беруге де жоқ екені білінеді. Күреңге қайта отырып серкені тақымға басып
өзінің туы тігілген тұстағы мәреге жақындап баратқан ауғанстандық спортшыны тағы көріп отырмыз. Шіркіндердің тақымына серке түспеді, қанжығалар әбден майланды. Өте тамаша. Міне мажарстандық жігіттері муляждан қалай болатын енді ғана ұстап көріп еді, бірақ соның өзінде өздерінде қалдыра алмады. Ол бақыт ұзаққа созылған жоқ. Қос атты бірдей итеріп шіркінай мәренің тура ортасына кіріп кетті. Не деген шеберлік десеңізші. Енді тастап кетуге барын тырысады, бірақ мажарстандық спортшы оған кедергісін жасауда. Әзірге серке мәренің үстіне ортасына түскен жоқ, және айтып алып жиғанша тағы бір салымды. Ойынның 18-ші минутында ауғанстандықтар 8-0 қылып кетті. Сараджи Абдул Расул тағы бір салымды салды. Жарайсыңдар. Ауғанстандықтардың енді көрсетіп жатқан шеберліктерінде шек жоқ. Расымен де өте тамаша өнер көрсетуде. Мақтангершілікте қандарында өте аз халық. Сондықтан салым салғандың өзінде қол бұлғап өтулерінің өзі қиын. Сіздерге біздің көрсеткіміз келеді. Міне қайталап көріністен байқағандарыңыздай, қалың доданың ішінде екі атты итеріп осы жерде мәренің ішіне кіріп кетеді. Қараңызшы, екі ат бірдей жолында тұр, бірақ соның өзінде итеріп мәренің ішіне кіріп кетті. Осы тұста серкеге таласуға барын салған мажарстандық жігіттердің бетін қайтарып тастады. Нәтижесінде талас тартыстың арасында тағы бір салымда болды ауғанстанның жігіттері. Ойынның ең соңғы минуты өрбуде, есеп 7-0, Ауғанстан құрамасы алда келеді. Тіпті бұдан да есеп көрсеткішінің жоғарылай түсетіні ақиқат, бірақ ауғанстандықтар Мажарстаннан келген мадияр бауырларына кішкене көмек қолын созар ма екен, олар енді белгісіз. Бұл тағы да салым. Шіркінай 8-0 мен үзіліске кететін болды бұл Ауғанстанның жігіттері. Ойынның ең соңғы 10-15 секунды ғана қалды. Сондықтан Коми Фазл Миналланың салымы бірінші кезеңнің ең соңғы салымдарының бірі болса керекті. Есеп 8-0, бір ғана салымдары кішкене мәре сызығының тура түбіне тиіп нәтижесіз аяқталған болатын. Десек те, ол олқылықтардың орнын толтырып ауғанстандықтар 8-0 есебімен алға шықты. Міне бірінші кезеңнің ең жақсы кезеңдері есте қалған тұстары сіздердің назарларыңызда. Бұл ең соңғы салымды қазір ғана Фазл Миналланың орындауында көрдіңіздер. Қазір тамаша режиссерлар ұсынатын хайлайтстан кейін біз өздеріңізбен екінші кезеңдегі ойын өрнегін көретін боламыз. 8-0 есебімен Ауғанстанның құрамасы Мажарстаннан басым болғанын көріп отырмыз. Бұл үлкен көрсеткіш. Қайталап көріністе байқасаңыздар, құрметті телегөрмендер, барынша Ауғанстанның жігіттерінің ептірек ойнағанын көруге болады. Мажарстанға әрине үлкен тәжірибе жинау керек. Осындай үлкен додалардан намыстары қайралып, жігерлерінің жебесі жоныла түседі. Сондықтан алдағы уақытта Мажарстандық жігіттерден де өте керемет ойындарды күтеміз. Қазір қайталап көріністі тамашалаңыздар, одан кейін екінші кезеңдегі қызықты сәттерді өздеріңізбен бірге көреміз.
Сонымен арнамызға енді ғана қосылған телекөрермендер болса, сіздердің назарларыңызда Көкпардан тұңғыш рет ұйымдастырылған әлем чемпионатының іріктеу кезеңдегі ойындарын ұсынып отырмыз. Ауғанстан мен Мажарстан құрамасының жігіттері тамаша ойын өрнегін көрсетуде. Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша ауғанстандықтар 8-0 есебімен алға шықты. Міне көрермендердің арасында еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін кездеседі. Жынысына бөлмей, ұлтына дініне бөлінбей, қаншама жанкүйер дәл осы Астананың желкесінде тұрған Қазанат атшабарында отыр. Міне қазір Чемез Фаркас болуға тиісті. Екеуі сирақтарын текенің бөлек-бөлек ұстап, тура мәренің түбіне келген тұсы. Және 8-ші нөмірдегі Мажарстан құрамасының спортшысына жазылған екен. Міне қарсыластарына рахметін айтуда, қолын алып өткені. Мұндай мүмкіндік бермесе баласы Ори дәл осылай салып салар ма еді. Әйтеуір қанжығалары құр болған жоғы. Бір майлада құрғақ кеткенде не істер еді. Сондықтан мажарстандықтардың, мадияр бауырлардың қанжығасы құр болмасын деп, ауғаннан келген ағайындар да барынша көмек қолын созған көрдік. Жалпы Ауғанстанда тұратын қазақтардың да көп екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ауғанстанда, Иранда, ислам мемлекеттерінде қазақ ағайындарымыз өте көп, бірақ дегенмен осы Ауғанстан құрамасының сапынан біз қазақ бауырларымызды көргіміз келген. Десек те араларынан таба алмадық. Қазір кімнің ойынға шығу керек екенін, қай атпен бару керек екенін таңдаған Сайфуддин барынша нұсқау көрсетіп айтып жатқан сәтіне куә болдық. Тағы да Ауғанстанның жігіттері серкен жерден көтеретін секілді. Ақырын еңкейіп, мінекей серкені тақымға басып шабуылға шықты. Және Мажарстанның жігіттері жанында жай ғана шауып жүр, тек атты терлетіп. Бірақ аса бір қатты ойын өрнегін көрсетіп жатқандар шамалы еңкею керек енді. Міне, әй тамаша. Ешкім кедергісін келтірмесе, Мажарстандық палуан серкені тақымға басуға мүмкіндігі болған, бірақ ауғаннан келген жігіттері ол серкені олар тақымға басам дегенше қолдарынан жұлып алғанын көрдік. Сонымен бұл тағы да салым болар ма екен? Әрине шабуылды тамаша ұйымдастырған, қарғып тұрып мәренің ішіне кіріп, Ауғанстандық спортшы Ақбозатпен тағы бір салым салды. Палуан десе палуан екен. Расымен де өте тамаша көрсеткіш. Имах Абдул Салам. Ауғанстан құрамасының 5-ші нөмірдегі ойыншысы. Міне қазір қайталап көріністен қараңыздаршы. Қарғып тұрып кіреді мәренің ішіне. Міне Бозаттың мықтылығын көрдіңіз. Қарғып тұрып кірген кезде сол екпінімен серкені мәренің қақ ортасына тастай салып өте тамаша. Тақымның астына қысу керек, үстінен ұстап емес, санға қойып серкені алып келе жатқан венгриялықтарды көрдіңіздер. Негізі өзіне ыңғайлы етіп ұстағаны белгілі. Бесекте тақымға басса тапжылмай тұратынын әзірге ұқпаған секілді. Серкені көтер алмағаннан кейін Ауғанстанның жігіттері қайтадан көмекке келгендей. Сайфуддин Таңдоған тағы да өзінің шәкірттеріне нұсқау көрсетіп жатыр. Ауғанстанның құрамасындағы қазір шыққан 4 атта күрең екен, және 4-еуі де қасқа. Бір төбел жоқ ішінде барлығы қасқа күреңдер. Бірдей атпен шауып келе жатқан секілді. Әлде болса серке ешкімнің тақымында емес, бірақ
Ауғанстанның жігіттері Серкен жерден көтерді. Мажарстаннан келген мадиярлар Серкені тақымдарына тіптен баса алмай жатыр. Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. 26 минут тәмамдалуға жақын. Міне сіздердің назарларыңызда біз Манарбек Дүйсенбиевті көріп отырмыз. Әулиеата көкпар командасының ойыншысы, Әулиеатадан бұрын ұлттық құраманың сапында 3-ші нөмірде өнер көрсететін мықты қорғаушылардың һәм шабуылшылардың бірі екенін көрдік. Ал ортадағы төреші тағы бір естеріңізге сала кетейік. Оңтүстік Қазақстан облысының палуаны құлагердің сапында қаншама жыл өнер көрсеткен, қазір таңда Майлыкент дейтін Оңтүстік Қазақстан облысының Төле би ауданының бір командасын сүйреп келе жатқан палуан әрі жаттықтырушылардың бірі. Міне жаңа тілімізге тек болған Манарбек Дүйсенбиев сіздердің назарларыңызда. Чемпион болам деп отырған сәті болса керек. Ортадағы жекпе-жекте тағы да ауған спортшылары әрине мажарстандықтардан басым болғанын көріп отырмыз. Мәре сызығының тура жиегіне Серкенің сирағы тиіп жатқаннан кейін салым әрине саналмайды. Бұл көкпар ережесі барлық елдің азаматтары үшін бірдей. Ауғанстандық ойыншылардың ойындарына сүйсініп отырған көрерменді байқадық. Мажарстанға салым тілеп, ауғандарға әдемі ойын тілеп отырғандары түсінікті. Әрине мұндағы әрбір жанкер өзінің бүйрегі болысқанға болысып отырады, бүйрегі бұрғанға. Сондықтан бірақ нәрсе айтқымыз келеді. Қазақстан құрамасына жанкерлік танытатын бүкіл жұрттың тілеуі бір жерден шықсын дейміз. Мінекей Ауғанстан құрамасының жігіттері Серкені әлі тақымға басып жүр. Екінші кезеңнің де бел ортасына таядық. Қазір ортада жекпе-жек сайысын ұйымдастырады. Жанысбек Саевтың ысқырығы шалынды. Өйткені тақымға нықтап басам, қарсыластарынан қашып кетем деп жүрген кезде ауғанстандық спортшы ойын алаңының сыртына шығып кетті. Қапталдағы тұрған төрешінің қызыл жалауы көтерілсе болғаны, онда ортада жекпе-жек сайысы болатыны белгілі. Жанысбек Саевтың ысқырығынан кейін ортадағы жекпе-жек бастауын алады. Сарбар Мұхаммедтен Золтан Забоның арасында Золтан Забо қолын бұлғап қалып қойғанын көрдік. Есесіне ауғанстандық спортшы шабуылға басып келді. Аят деген бұл салым емес. Енді шеңберде жалпы командалық тартыс өрбейтін болады. Тағы да Серкен жерге тастамай тұрып, ауғанстандық палуан 3-ші нөмірдегі Мұхаммед аттың екпініне екпінді қосып, біраз тебініп, өзінің әріптестері секілді қарсыластарын мәреден шығарып жүріп, одан кейін өзі тастау керек еді. Сонда барып
бұл шабуылның нәтижесінде 9 емес 10-да 1 етуге мүмкіндіктері болатын еді. Тура 10 минут уақыт қалды. Бәсекенің өз мәресінің жетуіне әрине мажарстандық спортшылармен бұл ойында жеңілетін түсінікті жағдай, өйткені қалған 10 минуттың ішінде қанша әрекет жасаса да қуып жете алмайтыны белгілі. Сондықтан ауғанстандық спортшылар енді есепті еселей түсуге барын салады. Тағы да бір шабуылды ұйымдастырған, бірақ ол да нәтижесіз аяқталды. Бірінші кезеңде, яғни ойының бірінші таймында мүлдем мұндай жағдайларға жол бермеген ауғанстандықтар екінші таймда кішкене жылдамдықта өте жылдам шабуылдарды ұйымдастыруға тырысқанымен оның баршасы да нәтижесіз аяқталып жатыр. Салымда сала алмай жатқанына куә болып отырмыз. Дегенмен де осындай ойындардың барысында шауып келіп салатын салымдарда және мәренің үстінде тұрған кезде қалай тастау керектігін, атпен қалай қарғып кіру керек, жекпе-жекте қалай өнер көрсету керек. Міне осындай дүниелердің барлығын былайша айтқан кезде аз кем жаттығуын жасап алуға мүмкіндік бар. Өйткені қастарында шауып жүретін адамдар да бар. Міне қазір осындай бір әрекеттермен шауып шығып мәреге тура баратын ауғанстандықтарды көріп отырмыз. Шіркіндердің таласы тура мәренің үстінде болады ғой. Алып кету, кішкене шығару, атпен соғу дейтін мүлдем ондай түсінік қалыптаспаған сияқты мажарстандық спортшыларда. Әйтеуір келіп серкенің бір сирағына ұстап алса жеткілікті. Оның өзінде де нәтижесіз екенін көріп отырмыз. Сондықтан мұндай кезде қазақстандық біздің бауырларымыз мұндай шетелдік азаматтарға көп көмектесуге тиісті. Сонымен 10-0 есеп, Ауғанстан құрамасының жігіттері есепті тағы да еселетті. Ойынның 33 минутында 10-1-ге жеткізіп отыр. Сарбар Мұхаммад дейтін Ауғанстан құрамасының жекпе-жекшісі, шабуылшысы өздерінің қанжығаларына 10 салымды байлады. Жалпы құрметті телегөрмен, Тәжікстан құрамасы әлем чемпионатында неге тамаша өнер көрсетіп келе жатыр? Өйткені олардың тәжірибесі бар біріншіден. Екіншіден, Азия чемпионатында 3-ші орын алған. Осындай бір жауапкершіліктер де бар. Қала берді, олар осы чемпионаттың алдындағы Азия чемпионатында Қазақстанға келіп, осында аттармен, адамдармен бірге жаттығу жасады. Және жаттығуды құр өздерінің әдіс-тәсілдерімен жасаған жоқ. Олар Нұрдәулет Момыновтың көмегіне жүгінді. Қазақстанның 9 дүркін чемпионы, Әулиеата көкпар клубының директоры, халықаралық дәрежедегі төреші, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, елге еңбегі сіңген жаттықтырушы осы Нұрдәулет Момынов, ол Тәжікстан құрамасын жаттықтырды былайша айтқан кезде. Қалай өнер көрсету керек, күшті қай кезде салу керек, тактикасы қалай болу керек, қарсыластарын қалай жаба білесің. Осының барлығын үйреткен нәтижесінде Тәжікстан құрамасы 3-ші орынға тұрақтады. Әрине, 2-ші, 1-ші орынды алу әзірге ертерек, өйткені қырғыз бар, мұнда той салып тұрған қазағымыз бар. Сондықтан оның үстіне қазақтың жерінде өткеннен кейін ең үлкен нәтиже Тәжікстан құрамасы үшін ол 2-ші, 3-ші орын екені түсінікті. Биылғы әлем чемпионатында өте тамаша көрсетіп келе жатыр. Демек, Нұрдәулет Момыновтың салып кеткен сара жолының ізі бар деген сөз. Ал Ауғанстан құрамасының жігіттеріне де осындай бір азаматтар болса, міне Манарбек Дүйсенбиев отыр, үйретуге мүмкіндігі бар. Және Әбілхан Дауылбаевты көріп отырмыз, КСРО-дағы көкпардан 9 дүркін чемпион, өте қарулы азамат, әлі күнге дейін серкен тақымға басып еркін жүре алатын азаматтардың бірі, жасы 70 талқындап қалса да. Сонымен айтқымыз келгені, құрметті телегөрмен, осындай тәжірибесі аздау Мажарстан секілді күштері бар, Ауғанстан секілді құрамаларды біздің жігіттер жаттықтыратын болса біраз уақыт, онда үлкен нәтиже болады. Және бұл жігіттер жаттықтырғанмен осылардың көлемінде ғана қалып қоймайды ғой. Одан кейін өз мемлекеттеріне барғаннан кейін бұлар өзгеге үйретеді, басқасы болады деген сияқты. Түбінде қазақтың
көкпар мәдениеті, қазақтың көкпар өнері бүкіл әлемде қалыптасады деген сөз. Қазір таңда Америка Қазақстаннан осындай жаттықтырушы сұрап отыр. Сондықтан осындай мәселелерде біз шет мемлекеттердің баршасына аянбай, тарынбай көмектесуге тиістіміз. Өйткені біз солай көмектесе алатын болсақ, онда біздің бағыттағы, біздің манерадағы көкпар үлгісі осы өзге мемлекеттерге тарайтын болады. Әйтпесе, үйренем десе үйретушілер өте көп ақ бұл палуандар үшін. Наджибулла Пахлаванның орындауындағы тамаша сал. Міне еңкейіп әкеп Серкені тастаудағы шеберлігі өте тамаша. Ойынның 36-шы минутында Наджибулла Пахлаван есепті 12-де 1-ге жеткізіп отыр. Әрине, бір салымды сыйға тартты қарсыластарына, алайда екінші рет ондай мүмкіндікті бермейтін секілді. Қайталап көріністен байқасаңыздар, Наджибулла Пахлаван Серкені суырып алды да қалың доданың арасынан өзі апарып тастаған жайы бар. Өте керемет. Сонымен Серке шеңбердің ортасына тастала салысымен екі жақтың азаматтары да қиқулап ұмтылды Серкеге. Мажарстандықтар бұл жол бірінші жеткен сияқты, бірақ еңкеймей жайғаны шауып өтіп кетті. Шауып деп те айтып болмайды, кішкене желіп қана келе жатыр жігіттердің баршасы да. Аттың тізгінін өте қатты ұстайды. Осы себептен де кішкене ойын барысындағы тартысты кезеңдерден қалып қойып отырмыз. Қазір қарсыластарына бер дегендей бір-біріне ұсынып жатқан көріп отырмыз. Наджибулла Пахлаван өзі Серкені қолына ұстап көтеріп апарып беретінін көрдік, және бұл салым өте тамаша. Ауғанстанның жігіттері өте көңіл екен. Екінші салымды да сыйға берді. Бұл Чемес Фаркас болуға тиісті. Негіз күшті палуан. Өте күшті палуан, бірақ тәжірибе жоқ қой. Анау Серкені ұстаған кезде, мәселен, шынтақты қалай қою керек, білектен қалай жармасуға тиісті, тақымға қай жақтан басқан оңтайлы. Міне осындай сұрақтардың жауабын білмейді. Содан кейін кішкене тәжірибесі жоқ. Әйтпесе 35-40 келіні оп-оңай көтеріп тұратын жігіттердің бірі бұл Чемес Фаркас. Міне жігіттерді көрдіңіздер ғой, кішкене аттың қапталына қойып қояды Серкені, былайша айтқан кезде. Сөйтті, соның үстінен тақымына басып алады. Одан кейін алып көр. Ала алмайсың, өйткені аттың күші бар, аяқтың күші бар дегендей. Осындай мүмкіндіктердің баршасын бұл венгриялық спортшыларға көрсететін болса, үйрететін болса, алып кетеді. Нәтижесінде Серф Андрастың шәкірттері, міне сіздердің назарларыңыз тұрған біраз уақыттан кейінгі, әлден уақыт өткеннен кейін Қазақстанның құрамасымен де едәуір жақсы өнер көрсетуге барын салып қалады. Тіпті әлем чемпионаты амандық болса, бұдан кейін ұйымдастырылатынына біз сенеміз. Сол әлем чемпионаттарында өнер көрсететін кезде венгриялықтар тіпті жүлделі орындар үшін де таласып қалуы мүмкін. Ал есесіне олар қазақтың көкпарымен, қазақтың ережесімен шабатын болады. Осыны ескереміз керек. Ойынның соңғы секундтары қазір заулап өте шығады. Әрине, уақыт сынап сияқты сусылтап қолға тұрмайтыны белгілі. Әрбір салам дегенше де жүйткіп өтіп бара жатқанын көріп отырмыз. Небәрі 20 секунд қана уақыт қалды. Төрешінің ысқырығы естілуге өте жақын. Тіпті ереже біз байды екі команданың жігіттерді. Әйткеуір Серкені тақымға басып алып
Ауғанстанның жігіттері былай шабат, сөйтіп 40 минутта әйтеуір 12-де 2 есебімен аяқтайтын түрлері бар. Иә, төрешінің ысқырығы естілді, уақытта аяқталды деген сөз. Осылайша Ауғанстан құрамасы мен Мажарстан құрама командаларының арасындағы бәсеке өз мәресіне жетті. Есеп 12-де 2. Ауғанның жігіттері армансыз салымды болды. Расымен де таңдаған Сайфуддин жүзінде керемет қуаныш жоқ, өйткені ұтатындарын білгендей ақ. Принциптік ойында емес. Сондықтан барынша еркін арқаны кеңге салып қойып көсіліп жүре беруге мүмкіндік бар. Есеп 12-де 2. Ауғанстан құрамасының жігіттері бұл сынның жеңімпазы атанды. Енді жалпы ойын барысындағы ең қызықты сәттердің қайталап көрінісін назарларыңызға ұсынамыз. Міне бұл Мажарстандық жігіттердің салымы, бұл жерде де сәл ғана қалған екен салым саналмай қалуына. Ал ауған жігіттері тіпті бірінші таймның кезінде ешқандай да ағаттық жібермеген. Екінші кезеңде біраз жаттығуды жасады ғой деймін, әйтеуір салымды бола алмай қалып жатқан кездері көп болды. Бастысы әлем чемпионаты қазақ жерінде өтіп жатқаны қуантады. Дәл осындай чемпионаттар елімізде әлі де көптеп өтетініне біз сенім білдіреміз. Өйткені сізбен тілеуімізде осы болса керекті. Көкпардан әлем чемпионатының іріктеу кезеңіндегі ойындар Казспорт телеарнасының эфирінде, сондықтан еліміздегі тұңғыш спорттық арна әрбір қазақтың шаңырағында қосылып тұрсын дейміз. Әзірге аман сау болыңыздар.